Pro. Бүгін мен сіздерге қалай көп әрі тез подписчик жинауды үйрететін боламын. Ол үшін біз мінекей Play Marketке кіреміз. Енді жазамыз естіп. Telegram деп. Міне осы шығады. Оны жазып аламыз да открыть етеміз. Оны ашқаннан кейін міне естіп ракета каз деп жазамыз. Ең бірінші тұрған бот деп тұр, соны басамыз. Енді істейміз. Ең бірінші стартты басыңызды, мынандай не шығады бізде. Потом қай приложениядан подписчик керек? Маған мысалға YouTube'дан. Мені таңдап жасаңыз дейді. Подписчики YouTube, лайки YouTube, просмотр YouTube. Лайк па әлде просмотр ма, әлде подписчик керек па? Маған мысалға подписчик керек. Міне енді мұнда. Төрт каналға да тіркелгеннен соң сізге бір сообщение келеді. Қанша подписчик керек деп. Мен оны істеп қойғам. Содан сөйтіп істейсіздер. Және де айта кетейін, менің мұнда нем бар. Каналым Телеграмда. Міне канал. Мынандай екінші нелерде сандарда. Канал nurikprocast.kz деген басамыз. Сонда менің видеоларым тұрады. Сол каналға тіркеліп кетсеңіздер болады. Бүгін мен сіздерге тез әрі оңай подписчик жинауды үйреттім. Сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, колокольчикті басып, және де мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.